Қайырлы күн әлеуметтік желі пайдаланушы оқырмандар. Арнаулы кітапханасы ақпарат айнында 45-ші шығарылым аясында мерзімді басылымдарға онлайн шолуды назарларыңызға ұсынады. Жергілікті басылым Сыр бойы газетінің 56-шы санында уақыт пен нәтиже жауапкершілік үстемдігін көрсетеді атты мақаласы жарияланды. Сейсенбіде облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Қызылорда қаласындағы әлеуметтік нысандарды аралауды жалғастырды. Алдымен аймақ басшысы сол жағалауда жаңадан салынып жатқан 14 арендалық тұрғын үйдің құрылысымен танысты. Жалпы алаңы 40,4 мың шаршы метрді құрайтын тұрғын үйде 780 пәтер бой көтереді. Өңір басшысы пандемия кезеңіне қарамастан тұрғын үйлер құрылысында іркіліс болмау керектігін айтып, қала әкімі мен мердігер компания басшысына жұмыс сапалы орындалып, уақытылы аяқталу қажеттігін қаперге салды. Ақмешіт апталық газетінің 28-ші санында ғарышқа қанат сермеп атты мақаласында егемендіктің қазақ еліне сыйлаған мүмкіндігі ұшан теңіз. Тәуелсіздік алғалы көрші мемлекеттермен ара қатынасты нығайту, білім ғылымды игеру секілді маңызды қадам халықтың келешегіне әсер ететіні анық. Соның бір айқын дәлелі отандық ғылымның ғарыш танымын бағамдауы екені сөзсіз. Өткен ғасырда ғалымдар әлемге танымал Байқоңыр ғарыш кешені арқылы кең-кеңістікке талпынып, жер кіндігінің кереметін таныған тұғын. Биыл адам баласын заңғар көкке самғап, ғарышқа ұшқанына 60 жыл толып отыр. Егемен Қазақстан газетінің 69-шы санында Қазақтың алыптары атты мақаласында атақты балуан, даланың бұлшық еті атанған Қажымхан Мұңайтпасұлының туғанына биыл 150 жыл толып отыр. Бұл дата республика көлемінде кеңінен атап өтілуде. Балуан сөзі қазақ танымында ер, батыр, қайсар, күшті, халықтың қорғаны деген сияқты ұғымдарға үйлес келеді. Толығырақ осы саннан оқи аласыздар. Мәдениет журналының 3-ші санында жарияланған мақалаларға шолу жасасақ, 2-3 беттерінде жат ағымдармен күрес, ел болашағына жарқын жол атты мақаласы жарияланған. Қазақ халқы әу бастан-ақ иманды, жүрегіне тәңір бекіткен халық. Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген Хакім Абай өсиетін санаға сақтаған ойлы, арлы жастар өсіп келеді. Алайда осы көркем дінімізді теріс пиғылына пайдаланып, ислам атын жамылған жат ағымдар пайда болды. Бейбіт жұртты соңына ертіп, жазықсыз жандарға оқ атқан бүлікшілер жалғыз Қазақстанда ғана емес, әлем елдерінде де үрей туғызуда. Осы санның 4-ші бетінен «Үш тіл білу көптік қылмайды» атты мақаласын оқи аласыздар. 10-11 беттерінде Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жыл атты мақаласы жарияланған. Осы санның 22-23 беттерінде балаларға арналған туындылар артып келеді атты мақаласында балалар әдебиетінің жүгі басқа жанрлардан ауыр тартады. Себебі балаға жеңіл шумақтармен қоса телегей теңіз даналық та берілуі тиіс. Орыс балалар әдебиетінің классигі Маршак балалар балалық пен даналықтың екі ортасында өмір сүреді дейді. Түйіні балалар қаламгері бала да дана да болуға тиісті. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев рухани жаңғыру бағдарламасында елдің рухани болмысын биіктетуді басты назарға алуды ұсынды. Осы санның 24-25 беттерінде президент мақаласы болашаққа қадам мақаласында президент Қасым Жомарт Кемелұлының тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласы еліміздің өркендеуі мен алға басуы үшін жасалған алғышарт. Мақалада Қасым Жомарт Кемелұлының әділетті мемлекеттің үлгісін, байтақ жеріміз, қасиетті тіліміз, береке бірлігіміз турасында сөз қозғайды. Осы санның 60-61 беттерінен ұлы дала төсіндегі ұлттық құндылықтарымыздың қазіргі жағдайы атты мақаласын оқи аласыздар.